Так, сәлем достар. С бөлімінің есептерін шығарайық. 2.16-тан бастап. Так, бізде теңдіктерді ақиқат теңдікке айналдыратын аның мәндерін табыңдар дейді. Кешірім сұраймын. Так, енді мына аның мәнін табу үшін бірінші кішкене өрнектеп алайық. Түбір тең болады, 8-ді 4-ке бөлемін 2 болады. Енді мына түбірден арылу үшін түбірге қарсы функция қандай еді? Оны квадраттау. Яғни екі жағында квадратта жіберетін болсақ, түбір аның квадраты бізде аның өзіне тең, 2-ның квадраты 4-ке тең. Яғни а 4-ке тең болғанда мына теңдік бізде ақиқат болады екен. Орнына қойып көрейік, 4 түбір астында 4-тің түбірі бізде 2-ке тең. 4-ті 2-ге көйтсек, біз 8-ді аламыз. Яғни теңдік орындалды. Келесі екіншісі түбір астында 4 бөлу 25 тең болады минус аға дейді. Так, енді бұл жерде мынаның түбірін шығару алға болады, яғни 4-тің түбірі 2, 25-тің түбірі 5 тең болады минус а. Мына аның өзін табу үшін, аның орнына қандай санды табу керек екен білу үшін, минус 1-ге 2 жағын көбейтіп жіберетін болсақ, яғни мына аның минустан арылатын болсам, сонда менде минус 2 бөлінген 5 тең болады плюс а болады. Ол дегеніміз, аның орнына минус 5-тен 2-ні қоятын болсам, мына теңдік орындалады. Мысалға қараңыздар, түбір астына 4, 25 тең болады минус, мына минусы өзінің минусы бар итакта. Енді оның аның орнына минус 2 бөлу 5-ті берсем, мына 2 минус плюс болып кетеді. Сол кезде бізде мына теңдік орындалады деген сөз. Былай да қалдыруға болады, немесе минус 2 бөлу 5 дегеніміз жауап сіздерде кітаптардың сыртында, кітаптың соңында, то есть 0,14 деп көрсетіліп тұр. 2-ні 5-ке бөлсек 0,14 болады. Так, үшіншісі түбір астында 3 минус а тең болады 5-ке дейді. Так, енді екі жағын квадраттап жіберейік. X квадрат, сол кезде 3 минус а тең болады 25 болады. Осыдан минус а тең болады 25-тен 3-ті алып тастасам 22. Минус 1-ге көйтіп жіберейік. Көбейту минус 1. Сонда а тең болады минус 22. Яғни аның орнына минус 22 қойсам, 3, мін қараңыздар, 3 минус 22 түбір астында тең болады 5. Мына минус пен минус плюсті береді. Сонда 3 плюс 22 болғанда плюс 25 шығады. Түбір астында 25-тің түбірі 5-ке тең. Төртінші, түбір астында а плюс 4 тең болады 4 дейді. Екі жағында квадраттап жіберейік. А плюс 4 тең болады 16-ға. Бұдан а тең болады 16-тан 4 алып тастаймыз, 12 болады. Яғни мына жерге 12 қойсақ, 12-ке 4 қойсақ 16, 16-ның түбірі 4. Бесіншісі. 5-тен 3 көбейту минус түбір асты а квадраты тең болады 15-ке. Бұдан біз минус түбір асты а-ның квадратын табатын болсақ, 15-ті бөлемін 5-тен 3-ке. Яғни біз бөлуді көбейтумен алмастырамыз да екінші бөлшектің орнына ауыстыратын едік. 5-ті 3-ке, 3-ті астына жазам. 15 пен 3-ті қысқартсақ, мына жерде 5 болады, мына жерде 1, 5-ті 5-ке көбейтсек 25 болады. Енді минус түбір асты а-ның квадраты бізде неге тең? А-ның өзіне тең. Себебі түбірмін қараңыздар, түбір асты а-ның квадраты аға тең. Мына минус квадратталғанда плюс қайналып кетеді. Сол кезде плюс а шығады. А тең болады, сонда менде 25-ке. Яғни орнына қоятын болсақ, мына жерде түбір астында 25-тің, мына қараңыздар, орнына қойып берейін сіздерге. 5-тен 3 көбейту минус түбір асты 25. Осының квадраты тең болады 15. Енді 5-тен 3, мына жерде түбір 25-тің квадраты 25-тің өзіне тең. Мына минус квадратталғанда теріс санның квадраты плюс болатын еді әрдайым. Сонда мына жерде 25 болады. 15. Екеуі қысқарады 5 болады. 3-ті 5-ке көйтсек, бізде 15 шыға келеді. Так, келесі 2-де 17 есеп. Мына жерде бізде а минус 3-тің квадраты тең 16 дейді. Мына жерде мынандай формула бар еді ғой. X квадрат тең болады а болған кезде x тең болады плюс минус түбір астында а деген формула бар, сіздерде. Осында өттіңіздер тақырып. Яғни мынаған кетті. Мынау бізде x деп алатын болсақ, мынау бізде а дейтін болсақ. X-тің квадраты тең а тұр, Енді мына x-ті табатын болсақ өзін, x менде а минус 3 қой. Тең болады. А деген неге тең? Плюс минус түбір асты 16-ға тең. Бұдан бізде шығады а минус 3 плюс минус 16-ның түбірі неше? 4.
яғни плюс 4 минус 4 шығады. Енді осының екі жағдайды да қарастырамыз. А минус 3 тең болады плюс 4 болғанда, және А минус 3 тең болады минус 4 болған жағдайда 2А бізде шығады. Сонда А тең болады бірінші жағдайда 4-ке 3-ті қосатын болсам 7, А тең болады екінші жағдайда минус 4 плюс 3, мына минус 4 плюс 3, ол менде береді минус 1-ді. Яғни менде жауабы сонда А тең 7-ге, А тең минус 1-ге. Так, келесі екіншісі. А плюс 5-тің квадраты тең болады 36-ға. Енді А плюс 5-тің өзін табатын болсақ, ол бізде плюс минус түбірасты 36-ға тең. А плюс 5 сонда бізде тең плюс минус. Мына қараңыздар достар, түбірдің астынан тек қана оң сан шығады. Бізде плюс 6 шығады. Бірақ та формула бойынша мына плюс минус деген таңбалар ол бізде түбірдің сыртында тұр. Түсінікті ғой, түбірдің астынан плюс 6 шықты. Ал плюс минус сыртында тұр. Сіздер ойламаңыздар, неге 36-та минус 6 шығады деп. Ол сыртында тұрған таңбалар мынаған әсер етеді. Сонда бізде А плюс 5 тең болады бірінші жағдай 6-ға тең болғанда деп қараймыз. А плюс 5 бізде минус 6-ға тең болғанда деп қараймыз. А тең болады 6-дан 5 алып тастаймын 1. А тең болады минус 6 минус 5 бізде минус 11-ді береді. Үшіншісі. А минус 1-дің квадраты тең болғанда 0,16-ға. А минус 1 тең болады плюс минус түбірасты 0,16. Бұдан бізде А минус 1 тең болады плюс минус 0,14. Енді А минус 1 тең болады плюс 0,14. А минус 1 тең болады минус 0,14. А тең болады, мынау 1 қосылады ғой, 0,14 плюс 1, 1,14 береді. А тең болады минус 0,14 плюс 1. Значит, 1-ден азайтам 0,14, ол менде 0,16 береді. Және соңғы төртінші. 2А минус 3-тің квадраты 0,81-ге тең. 2А минус 3 тең болады плюс минус түбірасты 0,81. Сонда 2А минус 3 тең болады плюс минус 0,19. Так, 2А минус 3 тең болады плюс 0,19. 2А минус 3 тең болады минус 0,19. Шығарайық. 2А тең болады, мынау плюс 3 болып түседі, сонда 3,19. А тең болады 1,18-ге, 3,19 2-ке бөлсек. Мына жерде 2А тең болады плюс 3 минус 0,19. 3-тен 0,19-ды азайтам. 2,1. 1. А тең болады 2,1-ді 2-ке бөлсек 10,15. Мінекей 2 мән шықты.